Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қарын қартаны қалай тазалау керек екенін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қарын қартамызды алып, ішін, сыртын бәрін аударып, тазалап жуып алатын боламыз. Қазының шегінде ағаш тәріздес или болмасам карандаш тәріздес ағашпен ішін аударып, тазалап жуып алатын боламыз. Мінекей мынау қазының шегін ішінен су құйып, ішін бір-екі рет шайып, мен мына жерде карандашта, ағашта қолданбадым. Обычно қолыммен, саусағыммен аудардым. Ішін сыртына қаратып, ішін дұрыстап жуып алғаннан кейін қайттан сыртына қарататын боламыз. Мінекей ішін сыртына қаратып, тазалап 2-3 мәрте қайтара жуып алдық та, қайтадан сыртына аударып жатырмыз. Қазы тоғуға дайын шегіміз. Қазының шегін тұздамаймыз, еш нәрсе қылмаймыз, тұзды суға да салмаймыз. Отдельно осылай қазы тоғуға дайындап қоямыз. Мінекей қарын қарталарды жууға кірістік. Бұларды ішін сыртына қаратып, жақсылап жуып аламыз. Қарындардың ішінде бездер болады. Қажет емес бездерді тазалап алып тастаймыз. Ішін сыртын жақсылап жуып болғаннан кейін, жаңағы тұзды уыстап салып, тұзға ысимыз қарын қарталарды. Сонда қарын мен қартаның сыртындағы мынандай жұмсақ нелері тазаланып кететін болады, иісі де кететін болады. Шегіндегі майларға жабысқан керек емес заттарды, бездерін бәрін тазарып тастаймыз. Мінекей тұзбен ысуға кірісеміз. Мен қолымда аллергия болғандықтан тұзды перчаткамен ұстайтын боламын. Қараңыздар, тұз 2 уыстай, 3 уыстай тұзды көбірек саламыз да, осылай жақсылап ысатын боламыз. Ысқан кезде сыртындағы бүрлері түседі, сырғанап тұратын бүрлер болады. Және де иістері де кететін болады. Осылай жақсылап ысып аламыз да, жақсылап 2-3 мәрте жуып, тұздап қойамыз 3-4 сағатқа. Одан кейін
дайын болған картамызды морозилькке салып қойсаңыздар болады, или жайып кептіріп алсаңыздар да болады, өздеріңіздің еріктеріңіз. Мінекей қарын картамызды, шегімізді жақсылап жуып, тазалап алдық. Енді тұз сеуіп, тұздап қоямыз 4 сағатқа. Видеом ұнап жатса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.